Украина президенті Петро Порошенко телеканаларда Украин теле контентінің квоталары аққандаки қанунны имзаланғаныны білдірді. Бұл бүлдіровны Девлет башы өз Твиттер блогында қалдырды. Майсының 23-інде юқарырада бұл қарарға қол тұтты. Весиқаға бинаян Миливия меркези телеканаллар эфирінің 75% саба саат 7-ден ақшам саат 10-ға қадар Девлет тілінде олмалы. Региональ телеканалларда эфирінің ярысы Украин тілінде олмалы. Мили язлықлар тілеріне шу жүмледен рус тіліне прайм-таймда 25% вес саат 22-ден саба саат 7-ге қадар сынырсыз вақыт айырыла. Дуже важливо, коли Украин тілінің дегер тілеріні зұлым әтмейіп, Украинада зияде құрылғаны пек мұйым. Қиын иш ұзын yol. Телеэкранда дегер тілерінің енқыржығына кімсе қаршы дегел. Амма Украин каналарында Украин тілінің пайы 15-25%-ны тешкел етмесі мүмкін дегел. Чоқ шүкір, оны құрчалап олдық.